Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер және каналымыздың тұрақты көрермендері, яғни подписчиктер. Сіздер IT сервис кезет каналын көріп отырсыздар. Бүгін бұл видео сабақта біз сіздерге мынандай бір мәліметпен бөліскіміз келіп отыр. Керекті және пайдалы өте жақсы мәлімет деуге болады. Ол қандай мәлімет? Қарап тұрған болсаңыздар, көріп тұрған болсаңыздар, біздің қолымызда телефон Samsung Galaxy A10 2019. Бізде қазір енді тамыз айы, яғни август 20-сы. Телефон, бұл телефонға байланысты не айтқымыз келіп отыр? Телефон егесі бізге алып келгенде телефон мүлдем қосылмайтын, яғни программный режимге түсіп қалған. Тек қана айтқанда онда recovery менуына да кірмейді, яғни hard reset жасалынбайды телефон программасы. Бұл айтқанда қазақша айтатын болсақ, программасы ұшып кеткен. Программасы өшіп кеткен деп айтсақ болады. Сол программасын біз қалай орнатуға болатындығын, қалай дұрыс орнату керек, сол жайында айтқымыз келіп отыр. Біз бұны жасап көрдік, яғни өзіміздің тәжірибемізден өтті, және телефон көріп тұрғандарыңыздай қосылып бізде толықтай жұмыс жасап тұр. Егер сіздерде енді осы A10 телефондарыңыз бар болса, ол телефондарыңыз программасы ұшып кетіп, қосылмай бір ақаулықтар болып қосылмай жатса, айтқанда орысша айтады, кирпич стал етіп телефон деп қояды, яғни қыш болып қалатын болса, кірпіш деп айтамыз ба, мусор деп айтады, қоқыс болып қалатын болса, программасы ұшып кетіп, бірақ программасы қосылып жатса, қазір 1 минут қоңырау шалып жатыр еді. Кешіріңіздер, қоңырау шалып қалды. Яғни, қараңыздар, телефон A10 Galaxy, сведение ПО, версия 9 Android, одан кейін уровень безопасность Android 1 февраль, яғни 1 ақпан 2019-да шыққан телефон енді. Телефонның енді прошивкасын біз 4P-да, яғни 4P-да деп айтып жатады орысша, сол сайттан жүктеп алдық. Ол прошивканың сілтемесін осы видеоның астында қалдыратын боламыз. Яғни телефонда енді программасы ұшып кеткен кезде қалай жасаймыз? Программный режимге түсіру жолдары кәдімгі осылай 2019-2018-де шыққан жерде, яғни ортасында үй кнопкасы жоқ телефондарда программный режимге түсу жолын біз көрсеткенбіз. Яғни сіздер телефонды толықтай өшіресіздер, толықтай өшіріп, плюс пенен минус кнопкасын басып тұру арқылы USB-ді жалғаймыз телефонға. Яғни USB бірақтан біріншіден айта кететін, USB сіздерде компьютерге немесе ноутбукқа жалғанып тұру керек. Мінекей қараңыздар, плюс пенен минусты басып тұрамыз. Мінекей сәл кішкене бірінші дайындап аламыз, былай. Плюс пен минусты бастық, енді толық сұғамыз астына USB-ді. Және ол бізде программный режим түседі, шығат бұл айтқанда. Одан кейін біз плюсті басып, телефонда толықтай программный режимге келтіреміз. Мінекей қараңыздар. FRP Lock Off. Кешіресіздер, клиенттер шалықтып қалды. Яғни, енді сіздерде FRP Lock деген тұрғы мұнда, қарасаңыздар. FRP Lock деп, Off деп бері. Ол жерден сіздерде on болып тұру мүмкін. Яғни, ол Google аккаунт бұғатына құлтанып тұр деген сөз. Енді бізді Google аккаунт бұғатына шығарып қойдық. Егерде енді бұл телефондарыңыз енді Google аккаунт бұғатына құлтанып қойғанда соны шығаратын жолдарын көргілеріңіз келсе, біздің каналымызда видеолар бар. Яғни, осы Android 9 болған версиядағы телефондарда Google аккаунт бұғатына шығаратын тәсілдер, видеолар бар біздің каналымызда. Енді прошивка байланысты айтатын болсақ, телефонды енді осылай, осы күйге сіздер келтіріп аласыздар. Телефон өшіп тұрғаныңызда, егерде өшпей жатса, мысалы осылай осы күйінде тұрып қалды, және ол компьютерді көрмей жатыр. Компьютерді көру үшін қайтадан телефонды өшіріп қосып барып, программный режимге түсіру керек. Ол үшін сіздер өшіріп қосуымен минус кнопкасын басып тұрасыздар. Енді USB тығылып тұра берсе болады. Одан кейін телефон өшкен кезде дереу өшіріп қосуды жіберіп, плюс пен минусты басып тұрасыздар. Мінекей қараңыздар, екеуін басып тұрамыз да, қайтадан ол бізде программный режимге түседі. Яғни сіздерден телефон өшіре алмай жатсаңыздар, өшіріп қосуын минусты басып тұрып, телефон өшкен кезде өшіріп қосуды жіберіп, орнына дереу плюсті басасыздар, сонда программный режим қайтадан шығады. Одан кейін плюсті басамыз тағы да, программный режимге қайтадан түседі мінекей. Енді телефон толықты өшіп тұрған кезінде USB-ді алып, телефон өшіп тұр деп есептейміз, мысалға айтатын болсақ. Одан кейін плюс пен минусты басып тұрып, жаңағыдай
USB компьютерге тығылып тұрған немесе ноутбукқа тығылып тұрған USB-ді сұқсаңыздар, телефон программа режимге түседі. Одан кейін сіздер осылай қойып қойдық деп есептейік, мысалға, мінекей программа режимге жалғап қойдық телефонды. Қазір менде USB шнур кішкене жетпей жатыр. Яғни былай қоямыз. Мен енді прошивканы жазып қойдым, негізінде біз жазып қойдық. Мінекей Odin программасы. Odinнің да ең соңғы версиясы керек. Мінекей қазір компьютер көрінбей қалды ғой, кешірім сұрайын. Мінекей мұнда қарасаңыздар, версиясы 3-те, яғни енді осы ең соңғы версиясы 3.3.13 деген. Осы версияны қалдыратын боламыз біз тағы комментар неге описанияға қалдырамыз осы видеоның астында. Одан кейін сіздер мінекей Odinнің осы версиясын жалғаған соң, клиенттер қайта шалғытып жатыр, кешірім сұраймыз. Одан кейін мінекей мына жерде сіздер программада біз енді алдыңғы неде біз осы бүкіл неге ұяшықтарға прошивкаларды қойып шыққан едік. BL-ға BL-ды қойдық, AP-ға AP, SP-ға SP, KS-ға KS-ға, Home KS-ны біз мына жерде user dataға қойған болатынбыз. Бірақ онда телефон бізде қосылмастан қатып қалды. Яғни Samsung логотипі жанып тұра береді. Енді біз ең соңғы несін тәсілін көрдік. Оны біз алдыңғы басқа да телефондарда жасағанбыз. Бірақ ол тәсілді көрсетпеген шығармыз. Енді соны көрсетіп жатырмыз. Яғни AP ұяшықты таңдап, AP-ға AP-ны таңдайсыздар. Ал енді бұл жерде атмена басам, біз таңдап қойған. Және KS-ға KS-ның өзін таңдайсыздар. Осы екеуі таңдалған соң, одан кейін сіздерде телефон көріп тұрса, яғни менікі қазір мен USB-ді суыратын болсам, мынау өшеді. USB-ді қайтадан сұқсам, компьютерге ол жанып бізде. Яғни біздің Odin программасы біздің телефонымызды көріп тұр деген сөз. Одан кейін жерде енді бізде пас деп тұрған, яғни прошивка жазылып қойған. Енді бұл жерде сіздерде бұл жасыл не болмайды. Сіздер осы екі нені басып болған соң, сіздер старт дегенде басасыздар. Старт деп басқан соң, мына жерде ағылшынша жазулар шығып, мына жасыл ұяшық былайынан мынандай ақ болып тұрған кезде жасыл болып жаймен тола бастайды. Жаймен толады, систем деп тұрады, системді осы мынандай пас деп шыққанға дейін сіздер тиіспейсіздер. Компьютерге не телефонға тиіспестен қойып қоясыздар, программа толықтай жазылып болуы керек. Осылай жазылып болған соң, пас деп телефонды өзі толықтай форматтап, телефонды қайтадан іске қосады. Одан кейін сіздерде телефон, мінекей қазір біз былай көрсетсек, мына жерде өшіреміз біз, USB-ді ала саламыз бен, біз мына жақта көрсетіп болдық. Мінекей минуспен. Яғни программа басылған соң өз телефон автоматты түрде осылай Samsung Galaxy A10 деп қосылады. Осылай қосылып, одан кейін Samsung деп логотип шығып, біраз уақыт тұрады. Яғни қарапайым жай қосылғаннан қарағанда ұзақ қосылады бұл несінде, прошивка болған соң ұзақ қосылады телефон. Одан кейін телефон қосылған соң бастапқы баптаудың барлығын қайдан өтіп шығасыздар. Яғни ішінде кезінде жазған Google аккаунттарыңызды сіздер аккаунтпен паролін білетін болсаңыздар, Google аккаунттың парольді жазасыздар. А егер де парольмен оны білмейтін болсаңыздар, енді қайта клиенттер шалғытып қалып жатыр. Яғни телефон сіздерде қосылады, яғни русский язык, тілді таңда деген сияқты, орыс тілінде болсын, немесе қазақша болсын, сәлеметсіз бе деп қосылады. Сол кезде сіздер бастапқы баптаудың барлығын өтіп шығасыздар. Яғни сіздерден аккаунт жоқ болса, таза болса, далее пропустить қылып өткізесіз. А егер де аккаунт сұрап қалатын болса, біздің телефон сол осы A10 болсын, A7 2018 болсын, яғни Android версиясы 9 болған телефондарға байланысты Google аккаунт болғатын шығаратын тәсілдер біздің каналымызда бар. Осы каналымызға кіріп, астына IT сервис дегенге басып, сол жерден видео деген бөлігіне өтіп, сол жерден іздеп табуларыңызға болады. Қазақша кәдімгі біз түсіргенбіз видео сабақтарымыз бар. Сол бойынша қарап телефондарыңызды бұғатта шығарып алсаңыздар болады. Мінекей біз осындай бір мәліметпен бөліскіміз келді. AP мен KS-ға қойып, стартты бастаңыздар, сонда телефонға прошивка жазылып, яғни телефон толықтай қосылады екен. Егер де біз 4 бөліктің барлығын толтырып тастасақ, ол бізде қосылмай қалды. Білмейміз не үшін екен, бірақ 2 файлды ғана жүктегенде қосылды. Осылай, құрметті көрермендер, достар, және каналымыздың, яғни арнамыздың тіркелген тұрақты көрермендер. Осындай бір осы видеоның пайдасы тиіп, және ұнап жатқан болса лайк басып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Туысқандарыңызға, қандастарыңызға, туыстарыңызға деген сияқты. Яғни әр қазақ, өзіміздің қара көз қазақтарымыз білсін. Бұндай программаның жасаудың қиын емес екендігін. Адам жасағанда адам жасайды. Сондықтан кішкене сіздерден ерінбесеңіздер болды, сіздерден әрекет,
істен берекет дейді ғой, Құдайдан берекет. Сонымен достар, сау сәлеметте болыңыздар. Біз сіздермен келесі видеоларға дейін қоштасып қаламыз. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бізде көптеген қызықты мәліметтер, видеолар күтуде. Сау сәлеметте болыңыздар.